Тарихтағы ең азғын билеуші кім? Бұл сенуге қиын нәрсе, бірақ ол өз анасымен бірге болған. Кейінірек ол оны өзінің саясатына ықпал етуден арылу үшін өлтірді. Ол ақсүйек отбасыларды жойып, олардың байлығын тәркіледі. Өзінің туған әпкесіне у беріп өлтірді, және атақты философ Сенеканы өз-өзіне қол жұмсауға мәжбүрледі. Ол жүкті болған екінші әйелін ішінен теуіп өлтірді. Кейін ол бұған өкініп, марқұм әйеліне ұқсас болған жас құлды тауып, оны кастрациялап, оған үйленіп, әйел киімін кигізді. Садист әрі психопат деген атағына қарамастан, ол халық арасында қолдауға ие болды. Бірақ 68 жылы Сенат оны халықтың жауы деп жариялады. Билік көтеріліспен бетпе-бет келді. Ол өзінің вилласына тығылып, қалған қызметшілеріне өзіне қабір қазуды бұйырды. Олар қазып жатқанда, ол еңіреп жылап, қандай ұлы өнер иесінен айырылғалы тұрмыз деп қайталай берді. Ақыры ол қабірге жатуға батылы жетпей, өзінің қызметшісінен оны бауыздауды өтінді. Бұл 5-ші Рим императоры Нерон болатын. Осындай қызықты деректерді білгіңіз келсе, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.